Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің анамның туған күні, 60 жасқа толып жатыр. Сол туғанның құрметіне қазақтың ұлттық тағамы сірнені дайындайтын боламыз. Сол үшін бізге 5 килограмм қойдың еті, сәбіз, құйрық, тәтті бұрыш, картоп және пияз, петрушка, мына осылар керек. Енді осыларды араластырып қазір мына қазанға жинайтын боламыз. Сосын қазанға отқа қойып әдемілеп пісіреміз. Ал бірінші қадам, міне құйрықты осылай қазан түбіне әдемілеп орналастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай құйрықты қазан түбіне осылай орналастырамыз. Содан кейін міне құйрық майды салдық. Енді міне келіңіздер, петрушка араласқан пиязымызды лақтырамыз. Енді қараңыздар, мен бұған біраз тұз септім, сөл тез бөлінсін деп. Әркім әрқалай. Міне енді осының үстіне жаңағы қойдың етін лақтырамыз, әдемілеп жинап шығамыз. Міне 5 килограмм қойдың еті, соны осылай лақтыратын боламыз, әдемілеп жинап шығамыз. Оператор жоқ, оператор өзім. Кешіресіздер, қазір салғаннан көрсететін боламын. Міне көріп тұрғандарыңыздай етті салдым, бір жарты сәл бар. Енді тағы да пияз лақтырамын. Міне көріп тұрғандарыңыздай пияз салдық. Біз сірнеге ешқандай су құймаймыз. Осы пияздан, помидордан, мынау қызылбұрыштан және сәбізден сөл бөлініп, өзінің сөлінде өз бағып піседі. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка саламыз. Қазір көрсетейін. Горошек керек жоқ, горошек керек емес. Қарабұрыш саламыз. Бірақ өте көп болмау керек. Дәміне қарай болу керек. Міне қызылбұрыш көп болмау керек. Енді сосын тұздаймыз. Міне енді дәміне қарай тұз саламыз. Әрбір слой үшін осылай тұзды салатын боламыз. Енді қараңыздар, енді мына қалған етті әдемілеп қайтадан үстіне орналастырамыз. Міне етті салдым, енді қалған пиязды саламыз. Сосын бұлай жаямыз. Енді осының үстіне қалған. Міне қазанымыз толды, бұл 16 литрлік қазан. Енді осының бетіне помидор, қызылбұрыш саламыз. Ал міне тағы да бұрыш, тұз салдық. Енді міне тәтті бұрышын саламыз. Бұл жақсы дәм береді. Қызыл, сары бұрыштар міне. Енді біз томатный паста қоспаймыз. Таза табиғи қызанақты салатын боламыз міне. Енді осының үстіне сәбізімізді лақтырамыз. Сәбіз осындай қалыңдықта міне дөңгелек пісіреміз. Енді осының үстіне картошкамызды лақтырамыз. Ешқандай су құймаймыз. Осылай қатты отта пісіріп аламыз. Бірінші қатты отта бір қайнатып аламыз, сосын баяу отта 2-2,5 сағат пісіреміз. Классикалық сірнеде бетін қарынмен жауады. Бірақ енді бізде қарын жоқ болғандықтан бетін 40 қабатпен жауатын боламыз. Міне осы сияқты жабамызда отқа қатып қоя саламыз. Қазір толық жапқаннан кейін сіздерге көрсететін боламын. Міне 16 литрлік қазанымыз толды. Бетін осылай міне 40 қабатпен әдемілеп жауамыз.
Сосын бетін әдемілеп қақпақпен жабамыз да отқа қоямыз. Су ештеме құймаймыз. Басында бір қатты қайнатып аламыз. Сосын қалғанында баяу отта өзін бықтырып пісіретін боламыз. Так, сірнеміз дайын. Қазір жеу алып берді. Сірнен түсіргенден кейін міне осылай отбасымызбен отырып ең жақын деген ата-анамыздың балалары, яғни аға бауырлары болып осылай ата-анамызды құттықтап сірнен жеп батан істеп осылай көңілді отырдық. Содан кейін 10 жылдан бері жинап жүрген видеоларымның бәрін жинап, анама арнап осындай бір керемет клип жасадым. Соны көріп керемет болды. Содан кейін тәп-тәттінің сәбіз тортын әкеп, соны жеп, өткен кеткенде еске алып, осындай бір керемет кеш болды. Жаңағы 16 литр қазамен жасаған сірнені 2 партиямен толықтай жеп қойдық. Соңында нағашым келді. Қалған сол кісі жеп мәз боп осылай болды.